Бір тілім қауын ағзаға түскенде не болады? Қауын жеңіл әрі нәрлі жеміс. Оның құрамында су, табиғи қанттар, дәрумендер мен минералдар бар. Бір тілім шамамен 150 грамм қауын ағзаға түскен сәттен бастап түрлі физикалық процестер жүреді. Ас қорыту жүйесінде қауын құрамының 90% судан тұрады, сондықтан асқазанға түскенде жеңіл сіңеді. Табиғи қанттар, фруктоза мен глюкоза қанға тез арада өтеді, ми мен бұлшық етке жылдам энергия береді. Клетчатка ішектің жұмысын жақсартып, іш қатудың алдын алады. Қан айналымына әсері. Қауындағы калий артық суды ағзадан шығарып, қан қысымын теңестіреді. С дәрумені қан тамырларын нығайтып, иммундық жүйені белсендендіреді. Жүйке жүйесі мен көңіл күйге. Қауын құрамында магний бар. Ол жүйке жүйесін тыныштандырып, ұйқыны жақсартады. Қауын жегеннен кейін серотонин деңгейі көтеріліп, көңіл күй жақсарады. Тері мен шашқа пайдасы. Бета-каротин ағзаға түскен соң А дәруменіне айналады. Ол теріні жасартып, шаш пен тырнақты күшейтеді. Ылғалдылығы жоғары болғандықтан ағзаны іштен ылғалдандырады. Артық жеудің зияны. Қауында қант мөлшері аз емес, сондықтан қант диабеті бар адамдар көп мөлшерде қолданбағаны жөн. Ашқарынғы көп жеу асқазанда ашыту процесін күшейтіп, кебуге әкелуі мүмкін. Қорытындылай айтқанда, бір тілім қауын ағзаны сергітіп, дәрумен мен минерал береді. Ас қорыту мен көңіл күйге жақсы әсер етеді, бірақ шамадан тыс жеуге болмайды. Міне құрметті көрермендер, осымен видеомыз аяқталды. Егер видеомызда пайдалы болды деп тапсаңыздар, арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің болмашы, оп-оңай ғана әрекеттеріңіз біз үшін өте маңызды. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын, ақпаратымыз пайдаларыңызға жарасын.